Европа мен Азияның тоғысқан тұсында орналасқан Грузия мемлекеті соңғы жылдары туристер жиі ат басын бұратын елге айналып келеді. Бұған бірінші кезекте Грузияның тамаша табиғаты себеп екені аян. Бұл елде аспанмен астасқан тауларды, күркіреп аққан тау өзендерін, асау толқындары жағамен алысқан теңізді, қойнына құпия тыққан ну ормандарды көре аласыз. Әдетте грузиндер өз мемлекетін Сакартвело деп атайды. Тура мағынасы картфельдер елі дегенді білдіреді, яғни Грузия халқы өздерін картфельдер дейді. Византиялық көне деректерде Иберия деп көрсетілетін біздің заманымызға дейінгі 537 жылы қазіргі Грузия мемлекетінің шығыс аумағында пайда болған патшалықты жергілікті халық Картли патшалығы деп атаған екен. Сакартвело атауы осыдан шықса керек. Қос құрлықтың тоғысқан тұсында орналасқандықтан Грузия геостратегиялық тұрғыда әрқашан маңызды ел болған анық. Бұны Грузияның маңызды жол өткелдерінің бойында орналасқан бекіністерден нақты байқауға болады. Бүгінде Грузия территориясында 115 көне бекіністер кездеседі. Солардың бірі ел астанасы Тбилиси қаласының дәл ортасында орналасқан Нарикала бекінісі. Грузияға сапарымыздың бірінші күнін осы бекіністі тамашалаудан бастадық. Мтацминда тауының төбесінде орналасқан бекініске жаяу шығып түсуге болады, аса биік емес. Келушілердің қолайлығы үшін фуникулер жұмыс жасайды. Фуникулерге отыру үшін Тбилиси қаласының қақ жарып ағып жатқан Кура өзенінің қарсы бетіндегі Рике саябағына бару керек. Рике саябағында Тбилиси қаласының ең көрікті сәулет туындылары болып табылатын бейбітшілік көпірі мен құбырлар деп аталатын итальяндық сәулетші Фуксастың туындысын көре аласыз. Тбилисиді төбесінен тамашалағыңыз келсе 55 лари төлеп әуе шарына да осы жерден отыра аласыз. Көпір-аузын күзеткендей болып тұрған Грузия мемлекетінің негізін қалаушылардың бірі 440-502 жылдар аралығында Иберияны билеген патша Вахтан Горгасали біріншінің ескерткішін де осы жерден көруге болады. Рике саябағынан кісі басы бір жағына 2,5 лари төлеп фуникулермен Нарикала бекінісіне шықтық. 2012 жылы іске қосылған аспалы жол әп-сәттақ тау басына алып барды. Бекіністен ескі Тбилиси алақандағыдай көрінеді. Жар жағалай қонған үйлер еріксіз таңдандырады. Осы жерден мен мұндалап тұрған қасиетті Троица ғибадатханасы да айқын көрінеді. Нарикала бекінісінің жоғары тұсында Грузия анасы ескерткіші орналасқан. Грузиндердің анасы таспен атқанда аспен ат деген қазақы пайыммен келіспейтін тәрізді. Дос болсаң, сол қолындағы шарапқа толы кесесін ұсынбақ, қас болсаң, оң қолына мықтап ұстаған семсерін жалаң еткізіп, басыңды қағып алуға бар. Бұл ескерткіш рухы асқақ грузин халқының мәрт мінезінің шынайы көрінісі болса керек. Қала тұрғындары Нарикала бекінісін Тбилиси қаласының жүрегі деп есептейді. Бекіністің нақты қашан салынғаны белгісіз. Деректерде бекіністің біздің заманымыздың 4-ші ғасырында болғаны айтылады. Ол кезде бекініс Шурис цехе, яғни қызғаныш бекінісі деп аталған. Жартастардан өсіп шыққандай болған бекініс қабырғалары 1827 жылы болған алапат жер сілкінісінен қатты қираған деседі. Толықтай қалпына келтірілмесе де, көне бекіністің тас қабырғалары тарихтың куәсі болып әлі тұр. Дәл осы Нарикала бекінісінің ішінде қасиетті Николай шіркеуі де орналасқан. 12 ғасырдан бері келе жатқан көне шіркеу 1827 жылы бекініспен бірге тып-типыл болып қираған екен. Тек 1996 жылы ғана шіркеу толығымен қалпына келтірілген. Нарикала бекінісі орналасқан Мтацминда тауының екінші бөктерін Тбилиси ботаникалық бағы алып жатыр. 17-18 ғасырларда патша бағы деп аталған табиғат ғажайыбы 1845 жылы Ресейдің Кавказдағы наместнигі Михаил Воронцовтың бұйрығымен Тбилиси ботаникалық бағы болып аты өзгерген. Тбилиси ботаникалық бағы Кавказдағы ең көне ғылыми зерттеу орталығы болып табылады. Мұнда әлемнің әр түкпірінен әкелінген 4,5 мыңнан астам сан алуан өсімдіктер өседі. Тбилиси ботаникалық бағының мақтанышы биіктігі 42 метрлік сарқырама. Аркалы көпірдің астынан құлай аққан судың дауысын естіп отыра бергің келеді. Біз барған күні Тбилисиде шілденің шіліңгір ыстығы тұрған еді. 38 градус ыстықта сарқырама жанында рахаттанып ұзақ отырдық.
Күнеңкейе Тбилисидің тар көшелерімен аяңдап төмен түстік. Тбилисиге келген жандардың атпасын бұрмай кетпейтін бір жері әйгілі грузин режиссері Резо Габриадзенің «Сағат мұнарасы». Имино фильмі арқылы бізге жақсы таныс режиссердің аталмыш туындысы шынымен де тамсандырмай қоймайды. «Сағат мұнарасын» бір көргенде 2010 жылы салынған дегенге сену қиын. Резо Габриадзенің өзі басқаратын әйгілі Тбилиси қуыршақ театрының әртістері 4 жыл бойы тұрғызған мұнара көне қаланың сәулетімен үйлесе кеткен. «Сағат мұнарасы» күн сайын сағат түскі 1-де және кешкі 7-де «Өмір шеңбері» атты шағын музыкалық қойылымды ойнайды. Грузин халқының ардақтылының өнер туындысын сағат 7-ні күтіп тұрып, біз де тамашалап қайттық. Грузия астанасындағы екінші күнді толығымен аквапаркте өткіздік. 2 күн қатарынан 38 градус ыстық тұрып алған соң, Тбилиси су қоймасының жанында орналасқан Джина Парадайс аквапаркіне барып жан шақырдық. Адам басына 69 лари төлеп кіріп, баламызбен бірге асыр салып ойнап қайттық. Тбилисиде тағы 2 күнді қаланы аралаумен өткіздік. Жергілікті тұрғындар мен саяхатшылардың сүйікті орындарының бірі фабрикаға да кіріп шықтық. Кафе, бар, шеберханалар мен дүкендер, білім орталықтар мен коворкинг және өңірдегі ең үлкен хостел орналасқан фабрика өзіндік ерекше атмосферасы бар жер. Фабрика деп аталуы да бекер емес. Кеңес одағы тұсында тігін фабрикасы орналасқан ғимаратқа талғамы биік заманауи сәулетшілер екінші тыныс беріп, қала тұрғындары мен қонақтары айналсоқтап шықпайтын тартымды орынға айналдырған. 12 ғасырда өмір сүрген ақын Шота Руставелиге грузин халқының құрметі аса ерекше екенін байқауға болады. Грузия астанасының әуе қақпасы, Тбилиси әуежайы, метро станциясы және драма театры ақынның атымен аталады. Сонымен қатар, грузин әдебиетінің жауһар есепті Жолбарыс тонды Жиһангез жырының авторы Шота Руставели аты қаланың басты көшесіне де берілген. Ақынның өз ескерткішінен басталып, Бостандық алаңына дейін жалғасып жатқан Шота Руставели даңғылы қаланың рухани жүрегі деуге болады. Даңғыл бойында ұлттық мұражай, ұлттық галерея, Тбилиси опера және балет театры, Грузия ұлттық ғылым академиясы орналасқан. Сондай-ақ елдің саяси әрі іскерлік ортасы да осы даңғыл бойынан табылады. Грузия парламенті, Редисен, Мариот сынды қонақ үйлер де осы жерде. Тбилиси метрополитені Кеңес одағы тұсында Мәскеу, Санкт-Петербург және Киевтен кейін 4-ші болып іске қосылған. 1966 жылы 11 қаңтарда 6 станциядан тұратын Руставели Дидубе бөлігі ашылған еді. Қазірде 23 станциядан тұратын 2 тармақты жүйе. Ескілеу екені байқалады. Бірақ Тбилисидің тар көшелерінде көлік кептелістерінде тұрмай, діттеген жеріңе лезде жетуге таптырмайтын көлік. Жол жүру құны 1 лари. Тбилисидегі соңғы күннің кешін тау басында орналасқан Мотоцминда саябағында өткіздік. Бұл саябақтың өзгелерден ерекшелігі қаланы тау төбесінен алақандағыдай көруге болады. Тау басына орнатылған алып дөңгелекке мініп, қаланың бір басынан екінші басына емін-еркін көз жүгірте аласыз.
Демалыс күндері саябақта әртүрлі шаралар өтіп тұратын көрінеді. Біз келген күні сыра жәрмеңкесі болып жатыр екен. Ыстық күнде салқын сырамен иісін бұрқыратып, кәуап жеп жұрт мәз. Казбегиге апаратын грузин әскери жолмен Тбилисиден 40 шақырым ұзағанда Женваль су қоймасында кездесесіз. Грузия астанасын ауыз сумен және электр энергиясымен қамтамасыз ету мақсатында су қоймасы 1984 жылы жасалған болатын. Бір жылдан кейін Женваль су электр станциясы іске қосылған. Тереңдігі 75 метрлік су қоймасына 520 миллион текше метр су сияды. Жан-жағын тау қоршаған лағыл түсті су қоймасы шынында да қарасаң көз тоймайтын табиғат сұлулығы. Дәл осы су қоймасын жағалап теріскейге жол тартқанда алдыңыздан Ананури бекінісі шығады. Деректер бойынша бекініс 16 ғасырда салынған. 4 ғасырға жуық уақыт бойы әскери мақсатта пайдаланылған бекініс бүгінде Грузия үкіметінің ұсынысы бойынша ЮНЕСКО-ның бүкіләлемдік мұралар тізіміне енгізілген. Ананури бекінісінен 20 шақырымдай ұзағанда тағы бір табиғат ғажайыбына жолығасыз. Бір арнаға тоғысса да араласпай ағып жатқан қос өзен көрген жанды таңдандырмай қоймайды. Өзен суларының әртүсті болуы жолында шайып өткен тау жыныстарының құрамына байланысты болса керек. Мұндай табиғат ғажайыбына грузин халқы әдемі аңыз арнаған екен. Ертеде апалы сіңілі екі қыз өмір сүріпті. Бірінің шашы ақ мамықтай болса, екіншісінікі сүмбіл қара екен. Бой жеткен шақта апалы сіңілі екеуі бір ханзадаға ғашық болыпты. Ханзада ақ шашты бикешті таңдаған соң, қара шашты хас сұлу құз басына барып ағыл тегіс жылайды. Қыздың көз жасы өзен болып ағыпты. Құздан сол өзенге құлап өлген сіңілісінің қайғысы жанын жегідей жеген ақ шашты қыз таудың кері бетіндегі құздың басына барып көзінің жасын бұлапты. Ақыры көз жасынан пайда болған өзенге құлап, ол да бақилық болыпты. Екеуі өзен болып арнаға тоғысса да, бірін-бірі кешіре алмаған екен. Сол себепті өзен күні бүгінге дейін екі түсті болып ағып жатырмыз. Грузин әскери жолының бойында саяхатшылар іркіліп өтетін тағы бір жер Достық аркасы. Грузияның Ресейге қосылуының 200 жылдығына арналып 1983 жылы салынған арканың өзі емес, саяхатшылар үшін арканың орналасқан жері қызықты болса керек. Мына көріністер шынымен ақ адамды таңсандырмай қоймайды. Жол-жөнекей грузин шарабынан ауыз тиіп, тау бөктерінің әртүрлі гүлдерінен алынған табиғи бал дәмдерін татып, жол жағалай ағып жатқан минералды судан ауыз тиіп, кешке қарай Казбек тауының етегінде орналасқан Степансминда ауылына келдік. Казбек шыңын тамашалайтын ең жайлы жер 4 жұлдызды Румс қонақ үйінің террасасы болса керек. Күн батар тұста сол жерге барып, кешкі ас ішіп отырып, бастың қаршалған шыңды тамашалады. Теңіз деңгейінен 5054 метр биік шың, шынымен саяхатшылар іздеп келіп қарар жердің көркі. Телефонын құшақтаған жұрт тұра қалып фотоға түсіп жатты. Біріміз шыңға қарап тұрып, біріміз арқамызды беріп тұрып, біз де бірнеше фото түсіріп алдық. Степансминдаға келіп қонақтайтын саяхатшылардың көбісінің көздеген мақсаты хайкинг немесе трекинг. Бізде еш дайындығымыз болмаса да, ертесіне таң ата тау басына шығып қайтуды ұйғардық. Әдетте келген саяхатшылардың көбісі ауылдың жоғары жағында орналасқан Гергетти үштік шіркеуіне барып қайтып жатады. Біз жоқ дегенде сол теңіз деңгейінен 2140 метр биіктікте орналасқан шіркеу тұрған биікке шығып қайтуды жоспарладық. Тау бөктерлеп шығатын жолдың ұзындығы дәл 5 шақырым екен. Сол жолмен күннің ыстықтығына қарамай терлеп тепшіп 2 сағат жүріп тау басына бізде шықтық. Жергілікті халықтың көбісі келген саяхатшыларды тау басына тасып кәсіп қылатын көрінеді. Көбісі Mitsubishi Delica көлігін мінеді екен. 4 дөңгелегі қатар айналатын Delica таулы жер үшін таптырмайтын көлік. Степансминда ауылынан Гергетти үштік шіркеуіне апарып алып келуге әр адамнан 20 лари алады.
келіп жатқан саяхатшылар қарасына қарап кәсіптерінің табысты екенін байқауға болады. Мына көріністі көрген сәтте ақылап үкілеп жүрген 2 сағаттық жолдың бейнетін ұмытып кеттік. Тау басына ілінген ақ мамық бұлттармен деңгейлес отырып түстеніп алдық. Кутаиси қаласы Грузияның халық саны бойынша Тбилиси мен Батумидан кейінгі 3-ші ірі қаласы болып табылады. Қазірде ресми мәлімет бойынша қалада 170 мың адам тұрады. Қала әлемдегі ең көне мекендердің бірі. Деректерде Кутаиси қаласы тарихы біздің заманымызға дейінгі 3-ші ғасырлардан басталады десе, археологиялық қазбалар қала тарихы біздің заманымызға дейінгі 6-шы, 5-ші ғасырлардан басталатындығын көрсетеді. Көне қоныс бүгінде қатардағы қарапайым қалалардың бірі. Қаланың өзінде айта қоярлық көрікті жерлері жоқтың қасы. Алайда қала маңында саяхатшылардың іздеп келетін табиғат ғажайыптары бар. Олардың бірегейі Прометей үңгірі. Үңгірді алғаш рет 1983 жылы 15 шілдеде Вахушти Багратиони атындағы Жағрафия институтының экспедициясы ашқан болатын. Үңгірдің жалпы ұзындығы 11 шақырым. Алайда келушілер үшін тек 160 метр бөлігі ғана ашық. Үңгір 1983 жылы табылғанымен ұзақ жылдар бойы саяхатшылар үшін экскурсия жасау мүмкіндіктері болмаған болатын. Саакашвили тұсында француз мамандары шақырылып, 2007 жылы саяхатшылардың тамашалауына қолайлылық жасау үшін жұмыстар басталған еді. 2009 жылы диодты жарықтармен безендіріліп, музыкалық құрылғылар орнатылады. Үңгір келушілер үшін есігін 2011 жылы ашқан. Бір ерекшелігі үңгір ішіндегі ауа температурасы әрқашан тұрақты, 15-17 градус шамасында. Үңгірді тамашалай келе табиғаттың шеберлігіне таңғалмасқа амалың жоқ. Прометей үңгірінің адам қолымен жасалғаны үңгірден шығар тұстағы 150 метрлік туннель ғана. Кутаисиге келген саяхатшылардың міндетті түрде баратын бір жері Мартвель каньоны. Қаладан 50 шақырым қашықтық жердегі каньонға жаңбырсыз күні барған дұрыс екен. Тіпті сіз барардан 1-2 күн маңайдағы тау өлкелерде жаңбыр болмаған абзал. Мынау сияқты фотоларды көрген боларсыз. Бірақ бізге бұлай қайыққа отырып, каньонның ішімен жүзуге мүмкіндік болмады. Түнде тау басында жауған жаңбыр салдарынан су деңгейінің көтерілуіне байланысты суға қайықпен түсуге рұқсат бермеді. Есесіне күркіреген сарқырамаларды тамашалап, ыстық күнде шатқалдың көлеңкесінде рахаттанып демалып қайттық. Саяхатымыздың соңғы аялдамасы Батуми қаласы болды. Қаланың соңғы жылдары қауырт дамып жатқаны байқалады. Теңіздің жағасына жақын жерлердің бәрінде құрылыс жұмыстары тоқтаусыз жүріп жатыр. Заманауи сәулет туындылары болып табылатын әсем ғимараттар қаланың көркін аша түскен. Батуми маңындағы жағажайлардың көбісі тастақ екен. Суға емін-еркін кіріп шығу қиындау. Бірақ суы қатты тұзды емес, әрі жылы. Батумидегі 4 күннің 2-ін жағажайда өткіздік. Қалған 2 күні суға түсуге мүмкіндік болмады. Бір күн бойы жауған жаңбырдан кейін теңіз суы көтеріліп, асау толқындары жағаға жақындатпай қойды. Батумидегі соңғы күнді қаланың көрікті жерлерін аралауға арнадық. Жағалауды бойлай салған жаяу жүргіншілерге арналған серуен бағымен аяңдай жүріп, ескі Батуми орталығы Пьяцца алаңын барып тамашаладық. Бір қызығы, Пьяцца деген сөздің өзі итальян тілінен аударғанда алаң деген мағынаны білдіреді екен. Түстен кейінгі уақытта әйгілі Батуми ботаникалық бағын аралауға арнадық. Батуми ботаникалық бағын толық аралап шығу үшін бір күн уақыттың өзі аздық етеді. 3 сағаттан астам уақыт жүргенде бағыттың тек 5-тен 1 бөлігін ғана аралай алдық.
Батумидегі соңғы күнді түнгі қаланың самсаған шамдар жарығымен жағалауды жағалай келе, грузин халқының қозы көрпеш баян сұлуы Әли мен Нино ескерткішінің жанына келіп қорытындыладық.